Заказды бердім, күтіп отырмын. Қазір алып кетеміз. Солай. Бағана сөз айттым. Өзіңіз көргендей, одан кейін тағы бір рет қайталадым видеоны сөйтіп тастап. Сосын тағы бір есер сұрады менен. Сөйтіп тұрған кезде күйеуімнің аудиозаписін тыңдата салдым. Одан кейін қасыма бір жас қыз келіп қалды. Негізі жас кәрістер ағылшынша кішкене сөйлейді. Сонымен сол маған көмектесіп жіберді. Маған даже комплимент айтты, кәрісшеңіз жақсы деп. Мен айттым да, енді үйреніп жатырмын деп. Сол сөйтіп заказын күтіп отырмын. Негізі мен бұл жақта келерде ойлағам, ағылшынымды практиковать етемін деп. Кәрісше оқимын ба, оқымаймын ба, құдай білсін, бірінші ағылшынымды дұрыстап алайын деп. Кәрісше оқу деген вообще ойымда болмаған. 4 айдың ішінде мен ағылшынды кәдімгідей жақсы белгілі бір дәрежеге шығарып алдым. Күшті білемін деп айта алмаймын. Әрине, мысалға ағылшынша кинолар көрсем мен түсінбеймін көп сөзін. Бірақ разговорный уровеньге мен толық жеттім деп айта аламын. Ойымды жеткізе аламын, собеседникті түсіне аламын дегендей. Сондықтан енді ойлап отырмын, келесі жылдан бастап құдай қаласа кәрісшілікте оқып бастасам ба деген ниетім бар. Өйткені ағылшыншаны қай жақта жүрсең де оқуға болады, бірақ кәрісшені сен басқа еш жерде практикадан өткізе алмайсың. Осы жерде оқып, практикадан өткізіп, бір жылдың ішінде қандай бір дәрежеге жетеміз, оны көреміз. Құдай қаласа дорамаларды да кәрісше көріп түсінетіндей дәрежеге жетпесем де, кәрісше сөйлесе алатындай дәрежеге жетсем қанекей.